Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен бір жасағаннан керемет болып шығатын блины жасайтын боламыз. Бұның құрамына какао қосылғандықтан ерекше бір дәм береді. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Өте керемет болып шығады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Қажетті ингредиенттер: жұмыртқа, қант, сұйық май, сүт және де ұн, какао, разрыхлитель. Құрамына қарай ванилин қоссаңыз да болады. Ең алдымен 2 жұмыртқаға шекерді қосып, жақсылап миксермен араластырамыз. Миксер болмаса, венчикпен де араластыруға болады. Кейін сүтті қосып, тағы да бір қалыпқа енгенше араластыратын боламыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Енді ұн қосамыз. Ұнды 5-6 бөлікке бөліп саламын. Сіздерге де солай жасауға кеңес беремін. Сонда біздің қамырымыз біркелкі, бір қалыпты болып шығады. Азғантай бөліктен қоса отырып миксермен араластырамыз. Құрғақ ингредиенттердің барлығын қосып болғаннан кейін, соңында майды қосып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Біздің қамырымыз осындай қоңырқай түсте, осындай сұйықтықта болады. Енді осы қамырымызды қызып тұрған табада пісіріп алатын боламыз. Менде табаның диаметрі өте үлкен болғандықтан, менде 17-15 құймақ шықты. Егер де сіздерде кішкентай таба болатын болса, онда сіздерде одан да көп болып шығады. Табаға құймақты салған кезде таба қызып тұруы керек. Осылай бірден салған кезде бетінде көпіршіктер пайда бола бастайды. Көпіршіктер пайда болды деген сөз, онда ол құймақты келесі бетіне аудару деген сөз. Келесі бетіне аударғанда газдың астын кішкене жоғарылатамыз, сонда тез піседі. Менде құймақтар өте тез пісті. Барлығын жарты сағатта пісіріп болдым. Енді осыны видеода көрсетілгендей етіп бүктесеңіздер, одан әрі керемет көрініс береді. Бұл құймақ өте керемет болып шығады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Өте керемет, жұмсақ болып шығады. Бұл блинлардың арасына крем жақсаңыздар да болады. Мысалы, крем чизді, пломбир кремін жақсаңыздар болады. Сонда бұл торт болып шығады. Дәмі өте керемет болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің отбасыма, әсіресе балаларға өте қатты ұнады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Мені жоғалтып алмау үшін менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.